Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер дәмі тіл үйірер сникерс пирогын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Пирог өте дәмді, оңай және тез дайындалады. Бірінші құрғақ ингредиенттарымызды қосып араластырып аламыз. Яғни ұн, какао, разрыхлитель, яғни қопсытқыш және қант. Барлығын қосып, таштап араластырып аламыз. Үстіне май және 2 тұқым қосамыз. Мен тұқымды бір-бірден қосыппын. Видеода көрініп тұр. Барлығы 2 тұқым қосылады. Жақсылап қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен қамыр басамыз. Қамырымыз мынадай қоңыр түсті және тығыз болады. Дайын формамыздың астына пергамент төсеп, қамырымыздың көп бөлігін астына салып, аз бөлігін бортик жасаймыз. Бұлай стаканның көмегімен тегістейміз. Тоңазытқышқа сала тұрып, салмасын дайындаймыз. 1 банка вареный сгущенкамызды арахиспен араластырамыз. Сгущенкамыз сапалы қою болу керек. Сонда пирогымыз піскенде формасын ұстап тұрады. Салмамызды жақсылап араластырып, жаңа қамырымыздың үстіне салып, қасықтың көмегімен тегістеп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Алдын ала пешімізді қосып, 180 градусқа қыздырып аламыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Енді ганаж дайындаймыз. 1 шоколадымызды маймен қосып, ертіп аламыз. Үстіне уақталған арахис қосамыз. Жақсылап ертіп араластырамыз. Ганажымыз дайын. Піскен және суытылған пирогымыздың үстіне ганажымызды құямыз. Үстін қасықпен жақсылап тегістейміз. Енді 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып салқындатып аламыз. Екі сағаттан кейін тоңазытқыштан пирогымызды алып, формадан босатып, әдемілеп кесіп тарелкамызға саламыз. Пирог өте оңай кесіледі, өйткені қамыры жұмсақ. Сникерс пирогымыз дайын. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.